Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі менің айтқым келгені, қазір көп жастардың әскер қатарына барғысы келмейді. Олай дейтін себебім, елім, жерім деп отан алдындағы борышын өтеп жүрген жас сарбаздардың соңғы кездері өкінішке орай үйлеріне табытпен қайтып жатқан жағдайы бар. Соның бірі 2022 жылы Жамбыл облысы шекара бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген 18 жасар Бекбол Мираштың өз-өзіне қол жұмсағаны белгілі. Істі анықтай келе Бекбол Мирашқа бөлім командирінің қызметін асыра пайдаланды деген күдікпен ұсталып, тергеуге алынған болатын. Ал қазіргі кезде осы 18 жасар Бекбол Мираштың ісін қараушы қорғаушысы сержант Пірәлиев жаңа деректердің пайда болған және оның сотысы көзге ілмей тергеу барысында қысым көрсетілгенін айтып, халықтан көмек сұрап видео үндеу жолдады. Видео үндеу барысында 18 жасар Бекбол Мирашқа зорлық, зомбылық көрсетілгені мәлім болды. Жан-жағымыздан жау ентелеп тұрған заманда әскеріміздің мықты болғаны керек ақ. Алайда басқасы басқа, өкінішке орай әскеріміздің ішінде де көгілдірлер пайда болып жатыр. Бұған кім жауапты, кім қарайды? Қорғаныс министрі десек, қорғаныс министрі департамент басшысының өзі $20,000 пара алды деген күдікпен ұсталып жатыр. Осы істің ақ қарасы дұрыс шешімін тапсын дейміз. Отан алдындағы борышын өтеп жүрген барша жас сарбаздар үйлеріне аман есен оралсын деп тілеймін. Қазақ елі аман болсын, мықты елдер қатарына кірейік. Жалпы елімізге тәртіп болу үшін қатаң заң керек. Әрине ол көгілдірлерді ату жазасını кесу және жемқорлардың қолын кесу керек.